Жекеге өтпеңдер, жекеге өтесіңдер ма? Мен де сендерге өтем. Дұрыстап сөйлеңдер. Мен айтып жатырмын, екі ел ауызға төрт қақпақ, ірген ауыздан шіріген сөз шығады. Дұрыстап фильтрлеп сөйлеңдер деймін бәріне. Бәрі шығып кетеді да, оның аузын жаппайды да, именно мен айтқан, менің аузым жауап берген, сондағы дұрыс па осы? Ислам, қалайсыз? Көңіл күй? Нашар? Ұйқыңызға бар ма? Мен андаймын ғой, еп іштетсем ұйықтай алмаймын ашық. Сосын ұйқы қалған жоқ, не іштетіп әлі отырмын. Сізде үміткер, қателеспесем? Иә, Рәбия Сұлтанбегім, бүгін ортадамыз. Бүгін ұлттық киім күні. Иә, ұлттық киім күні. Қазақтың әр күні мейрамға айналып кетеді ғой негізі, қарап отырсақ. Ұлттық киімді нақыштаңыздар, қазақылықтан таймаңыздар. Үстеріңізге әрдайым қазақылықтың қаймағы балдай танып тұратын киімдер киіп жүріңіздер. Керемет. Саған келдім. Мына жақты танысып жатыр. Мен сені çok seviyorum. I love you. Мен саған ғашықпын деп неше сөздер болып жатыр. Не айтасың онда? Жалпы негізі ортадағы жып шықса, іштегі қатысушылардың мақсаты тек бір ажырату, болмаса бір айырып жіберу, бір мақсаттар сол сияқты да. Негізі наоборот жобаның атын қосылайық қой, екеуін қостыруымыз керек та. Яғни бірінің жақсысын асырып, жаманын жасыруымыз керек. Осы кезде мен Шолпанның жаңағы сөздеріне вообще түсінбеймін да, өзгеріп жүрсін деп. Әрине адам өзгереді. Мынандай ғой, ойымды ашып етін салмай тұрмын да. Жалпы қараңыздаршы, қыз баласы қатты ғашық болса, жігіті үшін өзгеруге тырысады. Ал енді шынайы ғашық болып көрмеген адам оны көрмейді дағыны басқаша пікір айтады да. Мына жерде Жанеркені басынан алып, бетінен алып төсіне шауып жатыр да Жанеркеге, сен өзің бірінші айтып қойдың дейді. Түсінікті, рахмет.